bir адамның табандылығы бүкіл ұрпақтың тағдырына қалай әсер етуі мүмкін? Кім жауап береді? Bir адамның табандылығы бүкіл ұрпақтың немесе бірнеше адамның тағдырына әсер етуі мүмкін бе? Bir адамның табандылығы бүкіл баланың тағдырына әсер ете алады. Бұны Шыңғыс Айтматов өзінің алғашқы ұстаз повесінде анық көрсетеді. Яғни Дүйсен мен Алтынайдың арасындағы тағдырын көрсетеді. Бұнда тек Алтынайдың емес, басқа да балалардың тағдырына ұстаздың табандылығының әсері болғаны байқалады. Өте жақсы, дұрыс айтасың. Дұрыс айтасыңдар балалар, біздер қазір Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесін өтіп жатырмыз. Бүгін сіздермен осы тақырыптың 9-ші сабағын өтетін боламыз. Сабағымызға кіріспес бұрын жаңағы Саяжанның берген жауабына сай осы қысқаша видеороликті тыңдап шығайық. Алдыңғы сабаққа шолу ретінде. Ауылға жас мұғалім келді. Ол балаларға үміт алып келген еді. Алғашында балалар бейтаныс ұстаздан ұялып ыңғайсызданды. Олар мектептің қандай болатынын да білмейді. Бірақ ұстаз жалғыз болса да, жүрегі мейірімге толы еді. Ол ескі қораны тазалап, терезе орнатып, пешін жағып, оны мектепке айналдырды. Уақыт өте балалар сенім артып сабаққа келе бастады. Әр жаңа әбді үйренген сайын олардың көзінде үміт, қуаныш жаңа түсті. Осылайша алғашқы ұстаз тек білім беріп қана қоймай, бұл ауылдың жүрегіне жаны сыйлады. Өйткені нағыз ұстаз ең алдымен адамға болашақ береді. Сонымен бір адамның табандылығы, яғни бұл шығармадағы Дүйсен ұстаздың табандылығы бүкіл ауылдан қара домалақ балалардың, әсіресе Алтынай сияқты өрімдей жас қыздың болашақ тағдырына әсер еткенінің біздер куәсі болдық. Бүгінге дейін осы шығарманы бірнеше рет өте отырып. Ал енді бүгінгі тақырыбымызды балалар жазамыз күннің жадын. Бүгін ақпанның 20-сы. Дәптеріңізді ашыңыздар. Шыңғыс Айтматов. Алғашқы ұстаз повесі. Яғни осы повесіндегі дәуір шындығын қарастырамыз. Повестегі дәуір шындығын. Балалар, тақырыпты жазсақ, тақтаға назар аударайық. Бүгін алғашқы ұстаз повесіндегі дәуір шындығы деген тақырыпты өтетін боламыз. Оқу мақсатына назар аударайық. Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындау. Мұндағы авторлық идея дегеніміз не? Автордың негізі Дұрыс айтасыздар, өте жақсы. Автордың шығармада айтқысы келген ойы, яғни соның бүгінгі болсын, немесе сол дәуірдегі, өткен дәуірдегі жалпы өмір шындығымен байланысын айқындайтын боламыз. Біз осы мақсатқа жету үшін бүгін топтық, жұптық, жеке жұмыстарды орындаймыз. Қазір сіздерге бірінші тапсырма топтық жұмысты беремін. Идея өмір дәлел кестесі деп аталады. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесіндегі авторлық идеяны өмірмен байланыстыру мәселеге қатысты өз ойларымды білдіру мақсатында сіздерге қазір топ болып жұмыстануға шақырамын және алдарыңызға кесте таратамын. Мұнда дескриптор тұр, өз-өздеріңізді шынайы бағалайды деп сенемін. Топ болып бірлесіп бірлікте жұмыс жасаңыздар. Жұмылыңыздар бірге, жақындарыңыздар. Екінші топ, келіңіздер, жазыңыздар. Бұл тапсырма бойынша сіздерге 15 минут уақыт беріледі. 10 минут жазамыз, 5 минутта қорғаймыз.
Vaqt ketdi. Жақсы балалар, уақыт бітті. Дайын болған соң ортаға шықсын. Бірінші топты шақырайық және жауаптарын бірге тыңдайық. Ал сіздердің ойларыңызша, алдымен авторлық идея, қандай идеяны таптыңыздар? Автор дүйсен бейнесі арқылы нағыз ұстаздың басты қасиеті терең білімде ғана емес, балаларға деген шынайылығы, ықыластығы, қызығушылығы, жауапкершілігі екенін ашады. Яғни қиын ауыл кезінде надандық пен ескі салт дәстүрге қарамай білімге жетелеуге тырысады. Яғни ең бірінші автордың ойы бұл ұстаздың қоғамдағы келбетін ашу деп ойлап тұрсыздар, иә? Жақсы. Шығармада сондай-ақ қоғамдағы әділетсіздік, қыз баланың теңсіздігі, ескі көзқарасы зиянды сыналады. Өте жақсы. Яғни әлеуметтік теңсіздікті айтуға болады. Және білімге қол жетімсіздікті қамтуға болады, иә? Жақсы. Ары қарай.
Өмір шындығына келетін болсақ, нақты өмірде де үлкен жетістіктер бірлік бар жерде жүзеге асады. Мұғалім, ата-ана, оқушы бірлесе әрекет еткенде ғана білім мен тәрбие нәтижесі болады. Яғни дәлелдер, ауыл халқы сауатсыздығы, Дүйсен есік Құраны мектепке айналдырып балаларды әріп тануға үйретті. Екінші әйел теңсіздігі, алтынайды еркінен тыс тұрмысқа бермек болды, қыз құқығы қорғалмады, тағдыры басқа адамдардың қолынан шешілді. Мұғалім еңбегі, Дүйсеннің арнайы білімі болмаса да барлық баспен оқытуы қиындыққа мойымауы, ауыл мұғалімі шынайы бейнесі. Өте жақсы. Жақсы, жауаптарыңызды бір қорытып жіберейік. Сіздердің мынау үшінші шығармадан алған дәлелдеріңіз ұнады, санамалап жазыпсыздар. Иә, расымен ең бірінші дәлел бұл шығармадағы ұстаздың жанкештілігі деуге болады. Иә, ұстаз яғни қандай қадамға барды мектеп ашу үшін? Құранды тазалап. Иә, ат Құраны мектепке айналдырып, оны жарақтандырып, иә, жарақтандырды. Дұрыс, тағы жауап толықтырайықшы. Ал осы мектепке балаларды қалай жинады Дүйсен ұстаз? Иә, үйлерді аралап жүріп жинады, иә, өте жақсы. Ары қарай екінші дәлелдеріңіз әйел теңсіздігі дейді, және білімге қол жетімсіздікті де келтіруге болады, иә. Бұл кезде әйелдердің құны дейміз бе, қоғамдағы бағасы қандай болды? Малға теңеп Иә, малға теңеп болды. Өте жақсы, қалың малдың құрбандығы болды. Иә, дұрыс айтасыздар. Ау? Дұрыс айтасың, яғни білім алуға келген кезде қыздардың құқығы өте төмен болды сонда. Яғни бұл шығармадағы басты кейіпкер Айсұлу да 20 ғасырдағы қазақ қыздары сияқты дүрбелең заманның құрбаны болып кете жаздады, иә. Өте жақсы, жауаптарыңызды қабылдаймыз. Отыра қойыңыздар. Бірінші тапсырма бойынша өздеріңізді бағалай беріңіздер. Сіздерге бағалау парағын таратамын. Мұнда барлық талаптары кестеде тұр. Ат жөндеріңізді жазып бағалай беріңіздер. Және шынайы бағалаңыздар. Жақсы. Ары қарай екінші топты шақырайық. Келіңіздер, екінші топ. Иә. Сіздердің жауаптарыңыз? Біз барлық бөлімді 3 бөлікке бөлдік. Авторлық идея. Ұстаз қоғамда алға жетелейтін, бала болашағын қалыптастыратын тұлға. Екіншісі, білім қоғамды қараңғылықтан құтқаратын күш. Өте жақсы. Үшіншісі, табандылық пен сенім теңеске жеткізеді. Өте жақсы, өте жақсы. Иә. Өмір шындығы, өмірде мұғалімдер оқушыларға білім беріп қана қоймай, бағыт-бағдар береді. Қазіргі заманда білімді адам ғана биік жетістікке жетеді. Мақсатына сенген адам кедергілерді жеңеді. Дүйсен қиындыққа қарамай мектепті ашуға Алтынайдың білім алып үлкен жетістікке жетуі, Алтынайдың оқу арқылы өз тағдырын өзгертуі, Дүйсеннің халықтың қарсылығына қарамай балаларды оқытуы. Жақсы, өте жақсы. Сіздің топтың берген жауаптарыңыз бойынша балалар сонымен жалпы осы шығармадағы авторлық идеяны біздер қорытып кетейікші. Мұнда тамаша жазған екен. Ең біріншісі ұстаздың қоғамдағы беделі, ұстаз қоғамның тірек екендігін автор айтқысы келгендей, иә. Ал екінші идеяға тағы не келтірдіңіздер? Өте жақсы мына жерде білім адамдағы ең басты құндылық, ол қараңғылықтан құтқаратын ұлы күш деп жауап берген екен. Өте жақсы білім мәселесі айтылды. Үшіншісі табандылық сөз болды. Яғни мен мына сабақтың басында ой шақыру сұрағын қойдым, сонымен байланыстырып отырсыздар. Яғни бір адамның табандылығы өзге адамның тағдырына әсер ететіндігі жайында автор айтқысы келді. Жауаптарыңыз қабылданады. Рахмет, өздеріңізді бағалай қойыңыздар. Жақсы. Ары қарай балалар бағалаңыздар, шынайы бағалаңыздар өздеріңізді. Уақытында бағалап отырыңыздар. Екінші тапсырмаға қарай жүрейік. Жоқтық жұмыс.
екі уақытты салыстырасыздар. Қазір сіздерге сағаттың тілін беремін, иә. Бір тілде, мысалы, 20-ші ғасырдағы ауыл өмірі, яғни 20-ші ғасырдағы білім жайын жазасыздар. Ол қандай болды? Шығармадан дәлелдер келтірсеңіздер де болады, иә. Ол кездегі басты мәселелер қандай еді? Балалардың білім алу үшін басты кедергілер қандай еді? Соған нақты дәлелдер келтіру арқылы ойларыңызды ашып жазасыздар. Ал екінші сағаттың тілінде, сағаттың екінші тілінде қазіргі Қазақстандағы білім жайын жазасыздар. Ол қазіргі Қазақстан қай ғасыр? 20-ші ғасырдағы өздеріңіз білім алып отырған міне осындай жайлы келешек мектептегі білім жағдайын мысалға алсаңыздар да болады. Қазір бұл жұптық болғандықтан екі оқушы бірлесе жұмыс жасайды. Уақытты олар салыстырайық, қарайық. 10 минут уақыт беріледі. 5 минут орындауға, 5 минутты әр жұпты тыңдауға кетеді. Уақыт кетті, бастаймыз. Дескриптор алдарыңызда тұр. Мысалы, сағаттың ұзын тілінде 20-ші ғасырдағы оқу білім қандай болды, иә? Ол кезде не жетіспеді, соны жазамыз. Ал сағаттың бүгінгі тіліне ауыстыра берсеңіздер де болады. Қазіргі 20-ші ғасырдағы Қазақстандағы білім жайын қарайсыздар. Өздеріңіз білім алып отырсыздар. Мысалы, қандай мектепте білім алып отырсыздар? Оқу құралдары жеткілікті ме? Оқу сапасына көңілдеріңіз тола ма? Мұғалімдер қандай баға бересіз деген сияқты да. Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер, мына тапсырма шығады. Кел жаза алыңыздар бірге. Жұптық жұмыс бойынша сіздер өздеріңізді былай бағалайсыздар да, екі уақытты салыстырасыздар, яғни 20-20-ші ғасырда салыстырғандарыңыз үшін 1 балл, білім оқу жайын баяндауларыңыз керек. Қосымша мәліметтер келтіресіздер бұл кітаптан және бүгінгі интернеттен, статистикалық мәліметтерден, өмірден мәліметтер келтіресіздер және өзіндік пікір білдіресіздер. Мысалы, өзіндік пікірді сіздер оқу жайына қатысты, білім сапасына қатысты, ұстаздарға қатысты білдірсеңіздер болады. Сол үшін осындай 4 ұпайды жинайсыздар. Жақсы балалар, дайын болсақ, жауаптарыңызды тыңдайық, әр жұптың жауабын.
Сіздің жұп қандай жауап бересіздер? 1920 жылы ауылдары бұрынғы заманда білім алуға мүмкіндіктер өте аз болды. Яғни бұл кездерде оқу орындары болмады қазіргідей. Себебі халықта ашаршылық, ескі салт дәстүрдің ықпалы, халықтың білімге өзара ұмтылмауы, барлығы өз кері әсерін көрсеткен. Сонымен қатар сауатсыздық басым болды. Біреу оқи алмады, біреу жаза алмады. Сонымен қатар әйел теңсіздігі де әсер етті. Оқу құралдары, мектеп, білікті мұғалімдер аз болды. Осы мәселенің барлығы Шыңғыс Айтматовтың өзінің алғашқы сөз повесінде ескерілді. Иә, дұрыс айтасың. Толықтыра кетейікші, анау мектепке мұғалім кадрлердің аздығының дәлелі, мәселен Дүйсен ұстаз ол негізгі мамандығы ұстаз емесе де, бірақ оның жаңағы сауаты болғандықтан, қаттанғандықтан коммунистік партияның бұйрығыменен ауылға мұғалім болып келді. Өте жақсы. Екіншісі, қазіргі заманда айтамыз. Білім табысқа кірді. 21 ғасырда білім беру жүйесі қарқынды дамып, заманауи технологиялармен тығыз байланыс болды. Мысалға, цифрлық технология. Қазіргі уақытта оқу білімді технология арқылы іздей аламыз. Мысалға, ұялы компьютер, планшет сияқты құралдар. Ал жаңа пәндер мен дағдылар, IT, робототехника, ағылшын тілі сияқты пәндерге ерекше көңіл бөлінеді. Оқушыларға сыни ойлауы, креативті коммуникация дағдыларын дамытады. Білімнің қолжетімділігі. Мектептер саны көбейді, жоғары оқу дағдарысы дамыды. Онлайн курстар арқылы сияқты әлемдік кез келген өнерлерге білім алуға болады. Өте жақсы. Бүгінгі 21 ғасырдағы білім жайын өте жарқын баяндаған екенсіздер. Өте жақсы. Өз өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Келесі сіздер тыңдайық. 1920 жылдардағы ең үлкен арман жай ғана хаттану, аты жөніңді жаза білу еді. Сауатсыздық басым болды. Білім алу қараңғылықтан құтылу деп түсінілді. Мұғалімдер саны өте аз болды. Білікті мамандар саны тапшы болды. Жоғары білімі бар адамдар жоқтың қасы болды. Сауатсыздық басым, мектептер аз, яғни жағдай төмен болды. Материалдық жағдай жақсы болмады. Дұрыс, материалдық жағдай өте жақсы. Дұрыс айтасыз, материалдық жағдайда әсер етеді, әлеуметтік жағдай. Қазіргі Қазақстанда білім жайы жаппай сауаттылық, заманауи мектептер мен IT технология, білім табыспен дамудың негізгі құралы. Қазіргі білім сапасы мен бұрынғысын салыстыруға келмейді. Оқулықтан шектелді, тұрмыстық жағдай төмен отбасыларға жеңілдіктер мен қиыншылықтар бар. Өте жақсы, өте жақсы. Тұрмысы төмен отбасылардың бірінде мемлекет тарапынан қолдаулар бар екенін келтірдіңіздер. Жақсы, бағалай қойыңыздар. Келесі топ, сіздер, келесі жұп, сіздер жауап беріңіздер. Осы алғашқы ұстаз повесіндегі оқиғалар болды. Тек әлеуметтік жағдайға жоғары адамдар білім ала алмаған. Сосын олар кезде тек қалаларда адамдар білім болды. Олар тек өздерінің аты жөнін жазады, ағайын қатты білімдер болған. Ол кезде жақсы қалыпты оқытатын мектептерде жоқ болды. Ал мектепте болса, мысалы повестегі ат қораның іші немесе сарайлардың ішінде балаларды оқытты. Дұрыс айтасың. Яғни ғимарат дайын болмағанда. Ал 21 ғасырға тоқталсақ, әрбір бала білім алуға міндетті. Қоғамда барлық адамның деңгейі бірдей болып саналады. Сондай-ақ мектептерде заманауи техника жабдықтармен қамтылған. Мысалы, өзіміздің мектепті айта кетсек, біздің мектеп бала үшін өте жайлы. Себебі мектепте тегін тамақ, тегін үйірмелер, тегін оқулық барлығы қарастырылған. Екі заманды салыстыра кетсек, бұрынғы заман мен қазіргі заман жер мен көктей. Бұрынғы заманда әйел теңсіздігі, балалардың оқуға шектеулі болды. Ал қазір мүмкіндік өте көп. Өте жақсы. Жауаптар ұсынады. Өздеріңіз білім алып отырған келешек жайлы мектептерін жақсы мысалға алыпсыздар. Сіздер тыңдайық. Бұрынғы заманда мектептерде оқу құралдары жетіскен болса да, кейбіреулері оқуды маңызды еместігін санап тастаған. Қыз балалардың материалдық жағдайға қарай қаңлы бағалап, оларды сатуда
саласына ерекше көңіл бөлетін болды. Оқу құралдары жеткілікті болды. Мүмкіншіліктер көп. Қыздар мен ұлдарға білім алу мүмкіндіктері тең. Мектептер заманауи интернет пен жаңа технологиялар қолданады. Университеттер халықаралық бағдарламалар бар. Түрлі қосымшалар мен онлайн курстар бар. Тегін үйірмелер, әртүрлі қайырымдылық акциялары бар. Студенттерге грант бөлінеді. Құрлық бағдарламалары арқылы шетелде білім алу мүмкіндіктері қарастырылған. Өте жақсы. Әсіресе гранттарды айтуға болады, иә? Мысалы, денсаулық жағдайына байланысты грантта басымдық беріледі, және асыраушысынан айырылған жағдайда, әлеуметтік жағдайына байланысты, және ауылдық квотада бөлініп жатыр. Бұл деген осы 21 ғасырдағы оқу ағартудың үлкен бір жетістігі деп айтуымызға болады, иә? Жауаптарыңыз ұнады, өздеріңізге бағалайсыз. Оқушылар жеке жұмыс ретінде сіздерге дәптер мен жұмысты тапсырамын, дәптерлеріңізді ашамыз. Бұл стратегияның атауы 1 минуттық жазба деп аталады. Бұндағы ерекшелік бұл эсседе емес, бұл ой толғау шығармада емес, ол өздеріңіз қалаған еркін форматта жазасыздар. Яғни сол ішінде 1 минуттық жазба деп аталды. Оның ерекшелігі және бір ерекшелігі уақыттың өте қысқалығында болып тұр. Сіздерге сұрақ, егер Дүйсен сияқты ұстаздар көп болса, яғни егер Дүйсен сияқты ұстаздар қазір көп болса, қоғам қандай болар еді деген сұрақ қойып тұрмын. Яғни бүгінгі заманменен байланыстырып ойларыңызды еркін жаза қойыңыздар. Немесе егер сіз Дүйсен сияқты ұстаз болсаңыз, қоғамға қалай үлес қосар едіңіз деп алсақ та болады бұл сұрақта. Түсінікті ме? Жақсы. Креативті ой айтады деп сенемін. Балалар, мен сіздердің жазба жұмыстарыңызға мынадай авторлық бағдарламамды ұсынамын. Бұрында да сіздер әдебиетте осы бағдарлама бойынша ішінара жұмыс жасадыңыздар. Жыр жауһар деп аталады. Яғни бұл сіздерді өлең шығаруға бағыттайтын көмекші құрал болып табылады. Егер жұмыстарыңызға қажет болса, қолдансаңыздар болады. Шығармашылыққа бейім оқушылар болса, 4 жыл өлең шығарып жіберсеңіздер де болады. Ал 1 минуттық жазбаларыңызды тыңдағым келіп тұр. Бірінші қатар бойынша қай оқушы оқиды? Егер де Дүйсен сияқты мұғалімдер қазіргі таңда көп болатын болса, балалар білімді, тәрбиеленуде оқудан қашпайтын, керісінше білімге ұмтылар еді. Яғни өз сияқты тұлғаларды, ғалым шығара алады. Ғалымдар көп болушы еді. Бұнда балалар қиындықтан қорықпай, болашағына сенімді қарайды. Яғни басты кейіпкер кім еді? Алтынай сияқты өмірдің қиындығын жеңіп шығатын тұлғаға айналар еді деп ойлайсыз. Жақсы. Захра? Мен мысалы Дүйсен болғанда сол уақытта білімі бар, тәртіп, талап және құқықтық туралы мәлімет білетін адамдарды жинап, мектепке оқушыларды осы ақпаратпен бөлісер едім. Өйткені әрбір ақпарат өте құнды, бай болашаққа үлкен қадам болады. Өте жақсы. Жақсы. Алихан? Егер Дүйсен секілді ұстаздар көп болса, қоғам білімді, тәрбиелі және саналы болар еді. Алғашқы ұстаз шығармасындағыдай олар жастарды оқуға жетелеп, елдің дамуына үлкен үлес қосар еді. Білімді, саналы, жауапкершілігі жоғары ұрпақ өсер еді. Мен де Дүйсен сияқты ұстаз болғым келеді. Балаларды оқуға жетелеп, болашақтарын дамытып, мен де үлесімді қосқым келеді. Жаңағы алғашқы ұстаз повесіндегідей Дүйсеннің еңбегін бағалап, Алтынай не дейді? Мәскеуге кеткен кезде Мәскеуде есіне алып, сол кісіні иіліп сәлем беріп,
сақалына сүйсем екен деп жоғары бағалайды, еңбегін жоғары бағалайды. Яғни сізде сонда болашақта дүйсен сияқты ұстаз болғыңыз келеді, иә? Дұрыс. Балалар, міне шығарманың анау эмоцияға қатты әсер ететін, мынау ұстаз бен шәкірттің арасындағы махаббатты, шынайы махаббатты дәлелдейтін эпизодты айтып отыр, иә? Бұл басты кейіпкер Алтынай ұстазы Дүйсеннің көмегімен алғашында Ташкентке барып білім алады, иә? Одан кейін жоғары білімін сол кездегі кеңес өкіметінің астанасы болып саналған Мәскеу қаласында жалғастырады. Философия ғылымдарының, иә, сол кезде халықтың арасындағы адамдар ол Дүйсеннің еңбегін бағаламай, ой, одан да мықты мұғалімдер келді деп оның еңбегін жоққа шығарады. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл жерде еңбегі бағалану керек. Ұстаз еңбегі. Оқушылар сол кезде білім алды, қорада оқыса да, сарайда оқыса да, жылы жерде білім алды. Олар сапалы білім алып шықты. Соның дәлелі Дүйсеннің бір шәкірті. Осы басты кейіпкер Алтынай Мәскеуден білім алып, жоғары білімді алып, философия ғылымдарының ғалымға айналды, иә? Алтынай бір сөзбен айтты. Иә? Ұстаз берген білімнің нұры бөлек, оқушы ақыл мен сана керек, шәкірттің жетістігін ұстаз бағы болашақта бастайтын қосып керек. Өте жақсы. Шәкіртінің жетістігі ұстаз бағы дейді, дұрыс айтасың. Міне арамыздағы өлең шығаруға қабілетті Жансерік оқушымыздың өлеңі осындай болды. Балалар, бұл шығарманың мәйегі не болып тұр сонда? Бұл шығарманың мәйегі неде? Сіз айтпақшы, анау Мәскеуде отырған шәкірті алыстағы ұстазын сағынады ғой. Ауылда мектеп ашылайын деп жатыр. Сол мектепке мен барып, осы мектепке Дүйсеннің мектебі деген атты беруді ұсынамын. Дәл қазір менің бар ойым сол ауылда ертерек барып, ұстазыма еліп сәлем беріп, оның сақалынан сүйсем ғой деп хатын жазып отырмын. Осы хаттың негізінде өмірге алғашқы ұстаз повесі келді. Жақсы балалар, өте жақсы жауаптарыңыз. Бағалаңыздар өздеріңізді. Қазір сабақтың соңында мен сіздерге кішкене сергіту сәтін ұйымдастырғым келіп тұр. Барлығымыз орнымыздан тұрайық. Аз ғана дене жаттығу жасаймыз, орнымыздан тұрамыз. Ең алдымен қолымызды алдыға қарай қоямыз. Оң қолымызды артқа қарай 5 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді қараймыз, салыстырамыз. Ұзарып кетті ме бір қолымыз? Иә. Енді не істейміз осылай тұрмас үшін? Келесі қолымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Теңесті ме? Жақсы. Шынығамыз осылай. Рахмет. Сабағымыздың соңына келіп жеттік. Ол кері байланыс. Бас, жүрек, қол деп аталады. Яғни бүгінгі сабақта сіздер басыңызбен не үйрендіңіз, не оқытыңыз, қандай ақпарат алдыңыз деген сұраққа бір ғана сөйлеммен жауап бересіздер. Жүрек, бұл жүрегіңмен қандай әсер алдың, саған не ұнады деген сұраққа жауап бересіздер. Қол дегеніміз үйренгеніңді өмірде қалай қолданасың, немесе бүгін қолыңмен қандай тапсырмалар орындадың деген, түсінікті ме? Бас, жүрек, қол ретінде міне 3 сөйлеммен кері байланысты бере ойыңыздар. Бас, жүрек, қол. Жаза беріңіздер. Ала беріңіздер. Жаза беріңіздер. Қыздар, болды.
оқи ғой. Мен бүгін жүрегіммен ұстазды әдеттегіден де көбірек сыйлауды үйрендім. Мен ұстазға деген махаббатымды сезіндім. Мен бүгін барлық тапсырмаларды жақсы орындадым. Басыңызбен қандай ақпарат алдыңыз? Мен басыммен Дүйсен туралы, ұстазға құрмет туралы көбірек үйрендім. Шығармадан көбірек үйрендіңіз. Өте жақсы. Тағы кім оқиды? Расымен мен бұл сабақтан нағыз ұстаздың ең басты қасиеті төзімділік, мейірімділік, білімге деген сенім екенін ұқтым. Қолыммен сабақта мәтін талдап кейіпкерлерге мінездеме бердім. Өте жақсы. Жүрегіммен оқушымен ұстаздың махаббатын сезіндім. Өте жақсы. Рахмет. Альбина. Мен бұл сабақта ұстаздың тұлғай адам екенін түсіндім. Жүрегіммен оқушының ұстазға деген махаббатын ешкімге жеткізе алмайтынын ұнады. Ал үшінші, ұстаздың ең жақсы, ең мейірімді адам екенін білдім. Өте жақсы. Сіздер, сіздің топ бойынша оқитындарыңыз бар ма? Басымен қазіргі заман бұрынғы заманға салыстырғанда меселерден жаңа ақпарат алдым. Жүрегіммен оқушының ұстазға деген махаббатын құрметін сезіндім. Қолыммен қызық тапсырма алдым. Жақсы. Қолыңызбен сіз бүгін өте белсенді болып бірнеше тапсырмаларды орындадыңыз. Жақсы. Оқи ғой. Ұстаз бен оқушы арасындағы махаббатқа куә болып, мұғалімдерді қадірлеуді үйрендім. Жүрегіммен оқушының алғашқы ұстазға деген құрметін сездім. Қолыммен түрлі тапсырмалар орындадым. Жақсы. Алихан оқисың ба? Жақсы. Оқымасаңыздар, маған жинап беріңіздер. Өзім танысамын. Бере ғой. Жақсы. Балалар, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар үй тапсырмасын. Үйге 127-ші беттегі екінші тапсырма. Мәтіннен Дүйсеннің Алтынай бейнесін ашатын мысалдарды жинақтайсыздар. Тапсырма түсінікті ме? Жазып алыңыздар. Қазір мен сіздердің бүгінгі сабақ бойынша бағалау парақтарыңызды жинап алып, көргім келіп тұр, кім қанша бала аламын? Самат, сіз өзіңізді 7 бала ретінде бағалапсыз, 7 бал қойыпсыз. Так, Ахат 7 бал қойған. Жақсы. Бұнда балалар сіздердің белсенділіктеріңізді, білімдеріңізді ескере отырып, қорытынды бағаны өзім қоятын болам, 10 бал Захра. Саяжан 10 бал. Жақсы. Алихан 8 бал. Жақсы, 8 бал. Сіз 8 бал. Альбина 9 бал. 10 бал. Дұрыс. Әлі бағаларды деп сеніп тұрмын. Сіз 10 бал. Әлі бағалардыңыз ба? Жақсы. Сіз 10 бал. Жақсы. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасын орындап келеді деп сенім артамын. Сау болыңыздар.